Түркістан облысының халқы соңғы 3 күнді ұйқысыз өткізді. Шайып кетті. Түстен Азанда таңертең таң ата уже бізге тревога жасаған. Бізге емес, Мақтааралға центріне тревога жасаған. Бізге жасаған жоқ. Ана үйдің барлығын қара. Барлығы көлеп жатыр. Жәрдем келмей жатыр. 3 күннен бері үйде жатырмыз, үйден шыға алмай ашпыз. Біз не қылуымыз керек? Қаяққа барамыз жалпы қылып? Дария болды, дария. Өз көзімізбен көріп отырмын бәрін. Бүгінгі біз шығарылымда еліміздің оңтүстігінде осыдан 5 жыл бұрын орын алған табиғи апат жайлы сіздерге видео көрсетпекшіміз. Бұл тілсіз жаудан 30 мыңнан астам адам эвакуацияланған болатын. Және де 200-ге жуық үйлер қирап, 500-ге тарта мал қырылған болатын. Енді бүгін сол 5 ауылдың жағдайы қандай бүгін көретін боласыздар. Ал біз соның ішіндегі ең қатты зардап шеккен Жеңіс ауылына бүгін аяқ басып келдік. Dinozavr uzoq qasmaysiz. Qanday kezdе keldi? Qalay Түнде жаңбыр жауатын кезде келді, кешке түнде. Қалай, Түнде келді. Ешкім күтпепті дейсің ғой, Қазір ескертті ғой. Көбісі халық ескерді, кейін алды. Бәрі кетті сол кезде, Бәрі кетті, документ бәрінен кетті. Бірінші хабар суды алдыса жеткізген ғой. Кейін су басады деген сенбегендер кейін кетті ғой. Атың кім? Жақсылық. Жақсылық. Бағдәулет, рахмет саған Жақсылық. Онда мына жерден бүйтіп жаймен ауылдың ішіне кіріп көре аламыз, үйлерді бұзылған. Жақсы, Жақсылық. Бір минутқа болмас. Қалайсыз, бауыр? Амансыз ба? Осы жерде тұрсыз? Иә? Иә. Журналистеріміз ғой, осыдан сіздерде 5 жыл бұрын су тасыған бойынша, сол бойынша аралап жүргенбіз ауылдарда. Жалпы сол кезде қалай болды? Жалпы осы жер ғой негізгі басқан, су басқан жер. Иә. Мынау сіздің үйіңіз соның кесірінен болды ма? Иә. Мына алдын көресіздер ме? Иә, бола ма көрсек? Баяғы Союздың 4 бөлмесі еді ғой мынау. Піскен салғанда кейін алдынан өзіміз андай немен қосқанбыз ғой жаңағы. Лайықшымен құлап қалғанды мыналар. Су қай жерге дейін көтерілді сонда үйдің? Маған деген ғой. Сол осы жерге дейін бүткіл ауылда, иә? Иә. Арғы башаға сәл биіктеуде ояқтарға мына елерге дейін барды сәл. Ары қарай ше. Осы мына бастан келді олай, мына жақтан. Мынау соның кесірінен мына жер құлап қалды ма? Иә, мына алды. Мына көрдіңіз бе? Қыш түспе соған дейін барды осы. Йоо. Ана, енді бұны қалай сіздер тұрып жатсыздар ма қазір бұл жерде? Жоқ қазір. Енді ремонт қылып тұрамыз да енді. Кейін. Пока енді қазір мөлтекте сап береді, сол жатқанбыз қазір. Мөлтектен, иә, сол жаққа көшсіздер. Енді примерно сол моментте еске салсақ, қай жерде едіңіз сіз, қалай болды сол ситуация есіңізде ма? Біз ол кезде поляда жүрек. Поляда қауынға сілтіре беріп отырық, сонымен
су кеп жатыр деген хабар келді. Сонымен үйге келдік кешкісін. Сонымен малдардың бәрін шығардық сыртқа. Сөйтіп сол түнгі 12-1-лерде су кіріп бастады уже. Сонымен кеттік қой біздер. Түнгі 12-1-лерде. Иә. Сонымен жаңағы Мырзакентке бардық. Сол Мырзакенттен арғы неге Илишке барды, Атакентке. Сол Атакенттен не алды, сөйтіп одан кейін уже көбейіп жатыр деген неге кеттік жаңағы Қызыл әскер жаққа. Қызыл әскер жаққа. Сіздер ол жаққа алып барғанда сіздер қай жаққа жайғастырдық? Қай жерге? Өзіміз не алдық қой? Туысқандардың үйіне сол жаққа. Туысқандардың үйлеріне, иә. Туысқандардың ағайын. Осылай үйде келіп тексеріп тұрасыздар, иә? Иә. Ауылда қазір көп па тұратын адамдар? Мына жерде тұрып жатыр бір кісілер. Көбіне тұрмайтын сияқты мына жерде. Енді қазір 100-200 шақты үй бар еді ауылда, екі ауылда. Соның қазір бір 10-15 үйінде тұрып жатыр ғой. 10-15 үйінде. Үйлерін ремонт қылып өздері. Бірақ түгелдей ауылда сол мөлтекке бәрі жайғастырды, иә? Иә, барлығын жайғастырып үй салып. Бұл жерлерден бізге дача есебінде қалды да қазір өзіміздің. Мал ұстасақ, не ақсақ. Сондай дейсіз ғой, иә? Тақасында көршілер ешкім жоқ болсын? Бар мына жерде кісі болу керек қой, тұрып жатқан үй ремонт. Шамасы жеткендер қайтадан ремонт жасап, тұрып, солай жасап жатыр. Иә. Мен қарасам, сіздікі де сол кезде бір ремонт жасалып, енді дайындалған үй болған сияқты ғой, иә? Иә. Парень сыртын бәрін түсіріп, сылап, крышасын алып, жаңағыдай бәрін қосып жалғап, крыша үлкен қылып жауғанбыз ғой. Ал енді бір жыл болып еді сол ремонт қылып кіргенімізге. Недегі көшірген үйге қалай көңіл толды? Иә, жақсы, керемет. Жақсы. Бар условияның бәрі жақсы, иә. Ешқандай ешкім ренішпен болған жақсы бәрі, иә. Керемет, жақсы үй. Тамаша салынған. Качествосы да жақсы үйдің. Үйінің құжаттары болмаған, үй аламай қалды деген сон расымен сондай ма? Или алды ма? Алды, иә. Барлығы алды, иә. Үй алды. Жаңа үй жоқтарды алды. Осы жерде квартира тұрған бір кісілер бар, олар алды үй. Енді жаңа біз садикте тұратын едік жақта 5-6 семья. Олар да алды барлығы. Олар да жай сол жерде. Тура бірдей үй алды бәріміз. Барлығын бірдей үй алдық. Сонда кім осы ауылдарда тұрды? Тұрды, иә. Тұрған барлығы алды, 100% алды. Мысалы, көріп тұрған үйлеріңіз сыртынан қарағанда сау болғанымен, бірақ бұл үйлерде қазір ешкім тұрмайды. Жалпы осы үйлердің кезінде су басып, жарамсыз болып қалғандықтан, осы ауылда тұратын барлық халыққа Мөлтек ауылынан жаңадан үй салынып, соларға берілген дейді. Бұл жерде жаңа Нұржан өзі айтқандай, осы ауылдарда пәтер жалдап тұрып, құжаты сол үйге болмаса да, барлығы түгелде үйін алып, сол жерде бір қоныс тойын тойлады дейді. Бәріміз түнде тұрып, жан-жақ қашқанбыз. Басқа құлағандар құлады, малқанамыз бәрі құлап қалған. Біздің үйлер неше полдарына шығып кеткен. Үйлер тұр сол күйде. Оның үстіге шама жауған. Мына жақтан үй болды ғой бізде, мына жақтан. Мөлтектен ба? Сол жаққа көштіңіздер, Сол жақта отырмыз, енді бұл жақта мал салымыз бар, жеріміз болмайды. Соған келеміз, азанда келеміз, кешке келеміз. Енді ол үйге көңіліңіз толды ма? Болады, жақсы, самнеміз, жақсы. Кішілеу болмын болады. Біздің семьялар үлкен енді, біреу мейман семьян келсе, осы жаққа ауысамыз, бір білесер білақ, бұл жақта полдар жармайған. Сол полдарын алып тастамыз, ана кейін қосылған үйлер бар, солардың полдары жарайды, ар жақта шеріп кеткен. Су елі сасиды жесенсіз. Өкімет ренжіткен жоқ па әйтеуір? Өкіметке арза болдық қой, енді өкімет жақсы пайдасы дейді ғой. Жақсы пайдасы дейді. Ал енді бүткіл Қазақстан бүйтіп көмектесіп, сол кезде әртүрлі керекті қажетті нәрсенің бәрін жіберіп жатты, сол тиді ма сіздерге? Тиді. Берді ма? Неде жаттық қой, оразаның кезі болды, ораза ауылда шары нелері жақсы болды ғой, тамақ жақсы беріп тұрды. Арза болдық біз енді, кейбіреулер енді әртүрлі айтады ғой, ондай дейді, әйде өзім біздер енді көп көргенбіз да, жақсы жаман болған жоқ. Ауылдан жаңа үй аламай қалғанда адамдар болды ма? Бәрі алды, бәрі алған. Аламай қалған ондай болған жоқ? Ондай болған жоқ. Бәріне берді? Бәріне тиді. Алдынан келді сол, малдарымыз суғарыпсың. Қазір ауылда адам жоқ сияқты? Бар енді, адамдар бар, неде екі үй бар, неде бір үй бар, аржанда бір тәуір үй бар. 5-10 шақты үй бар енді берді. 10 шақты бар, 15 шақты үй бар ау. Ана өседі үйлер бар әр жерде. Енді газге барады, газге келеді ғой, көбісі.
Сізде қайта көшіп келуіңіз мүмкін ба осында? Біз шал кемпір бар, қолымызда балдарымыз бар. Немере шөбере көп бізде. Біз келеміз ау. Үйге бәріміз үйлер сәл тарлау. Bu yerде қыр дейтін еді. Биік сушпайды дейтін еді. Мен беймірал жатып едім. Кейін балдарым келді. Ойбай көкедет бәрі шығып жатыр. Bu жақтан су келер екен деді. Сөйтсек, ауылда 3 күн қамапты. Бәрі машина мініп кетіп барады. Сөйтсек анау көпір толып кеткен, сол көпір бұзылса өте алмай қалды екенбіз біз. Сол сағат 12-лерде үйде мынада аудион бар еді, 2 машина бар еді. Үш семья бала шағамнан немерелерім бар ғой, басқа үйлер бәрі бір үй көріп кетті. Соларды міңіз болып жетсе қайдаттық қой, қыздың үйіне бардық. Содан ертеңіне неге шықтық ана қырға. Мына көпірдің ар жағына шығып кеттік. Содан сол жерде жаттық. Кейін мына Іліштегі мектепте жаттық, колледжде жаттық біз ана бір колледж бар ғой, сол жерде жаттық. Сол кейін үй біткеннен кейін өттік қой мынау неге. Рахмет ата. Жақсы бәрі жақсы. Апа, осы жерде ба? Иә. Жеңісте? Иә. Ауылда адамдар қамақ дейді ғой. Кім айтады? Или бар ма әлде тұрып жатқандар? Бар ғой, бәріміз өше тұрып жатырмыз. Газ кіріп жатыр. Көшпедіңіздер ма? Жоқ. Көшпедіңіздер, ә? Бірақ үй берілді ма? Үй берілді, үйіміз бар. Енді мына жерде малымыз бар, жеріміз бар. Қатына оңай емес қой, неқа. Рахмет, кеше газ кіріп жатыр, газ кіргізді. Жәмен ауыл адамдары қайта оралып жатыр дейсің? Қайта оралып жатыр, қанша қожалық тұрып жатыр осы жерде. Құдай қаласа мектебімізді ашады ма бастауыш деген ойдамыз. Апа, еске түсірсек сол жағдай қандай болды сіздердің есте? Сіз қай жерде едіңіздер, қандай болды? Осы жерде үйде едік. Сол үйде едік қой, су келіп жатыр деді, су көтерілмейді деді бірінші, мына жерде мына жерге көтерілмейді, сіздер биікте тұрсыздар деді. Күндізден бастап білдік қой енді. Сол түнгі 12-лерде шықтық қой біздер, уже су кірген кезде. Кемейді деп бірден басып салды ғой бізді. Оны еске де түсіргіміз келмейді. Аллаға шүкір, үй берді. Халқымызға рахмет, қанша көмек келді. Өзім қуанып тұрмын негіз. Өйткені осындай табиғаттың апатынан зардап шеккен осы ауылдардағы адамдардың енді біз мына 3-ші адамға сөйлесіп жатқанымыз ешқандай апа, сөйле бағдарламасы, сөйле. YouTube-қа теріңіз, сөйле деп қазақша. Ешқандай да не болмаған, көңіл толмай, жумаса өкпесі жоқ. Әзірге 3-ші адам солай бізге жақсы бәрі, өте күшті салып берген. Үйлер де мықты дейді. Әзірге осындай тек қана жақсы жағындағы пікір айтып жатқан адамдарды кездестіріп жатырмыз. Енді барлығын ой бірде емес, бәрібірде керағыр ой айтатын да адамдар шығатын шығар алдымызда. Қазір біз осы жерді жақсылап аралап көріп ауылдың жағдайын. Содан кейін осы барлық су басқан жердегі адамдарға жаңадан үй салып берген Мөлтек ауылына баратын боламыз. Сол жердегі жаңа үйлердің жалпы жағдайын, қалай өмір сүріп жатыр адамдар, сонымен де танысатын боламыз достар. Достар, енді біз қазір Жеңіс ауылының Мүсірепов атындағы орта мектебіне келдік. Бұл мектеп қазіргі күнде жұмыс істемейді. Өздеріңіз түсінгендей, сол су басқан кездегі су тасқынының әсерінен бұл ауылда тұратын адам қалмаған болатын. Сол себепті де бұл мектепте қаңырап бос қалған. Алайда жаңағы бізге алғашқы сұхбат берген Нұржан есімді жігіттің айту бойынша, егер де осы ауылдар қайта толып, қазір біз байқасақ, бұл ауылдың ішінде жүріп, ауыл қайта толып келе жатқан сияқты. Бұл мектеп қайтадан өз жұмысын бастауы мүмкін. Достар, енді біз қазір осы ауылдарды жаңағы ауылдармен таныстырып көрсетіп жүрген Бексұлтан есімді біздің гид десек болады. Жалпы бізге хат жазған адамдар, біздің оқырмандардың бірі
осы ауылмен таныстыру. Негізінде бұл ауылға біз былтырдан бері бір жоспарлап келсек деген ниетіміз бар еді. Енді осы жерге келіп, қазір міне Бексұлтанмен бірге аралап қарап жүрміз. Жалпы Бексұлтан осы су тасқыны болған кезде осы басқа да 5 су басқан ауылдағы адамдарды көшіруге, жалпы сол жерде көмек қолын созған белсенділердің бірі. Су басқан кезде адамдар қандай жағдайда болды? Енді сен өз көзіңмен, сен бірақ бұл ауылдан емессің, жоқ, бұл жерде тұрмағасың. Енді су тасқыны басты деп сендерге хабар келген кезде сендер бірінші әрекеттерің не болды, сол туралы айтпашы. Жеңіс ауылынан қауіп бірінші келді ғой енді бұл ауылға. Одан кейін жаңағыдай Өргебас, Фирдауси деген ауылдар ғой. Ғашық екен, бұны кіре аламыз ба? Құттап кеткенсер, жоқ, ашық. Мектеп ашық тұр. Есікті масаң есің құттады ма? Қазір енді ішіне кіріп көрмекші болғанымызда есік жауып тұр. Бірақ мынаны байқасаңыздар, су басқан, су келген жерлердің бәрі осындай краскалардың бәрі түсіп көтеріліп жатыр. Жалпы ішіне енді кіру мүмкіндігі бізге болмайтын сияқты. Өйткені барлығын жауып қойған. Жалпы сыртынан айналып көрсек, шамамен судың көтерілген деңгейін мына тұрған белгіден білсеңіздер болады. Қараңыздар, астына қарай уже бәрі түсіп, жаңағы құртылып жатыр десек, артық айтқанымыз емес. Мына терезесіне дейін су басқан мектепті. Көктем 11 дейді. Енді артына айналып көрсек, барып. Мектептің іші. Мектептің ішіне де қарасақ, су мектептің ішіне кірмеген сияқты, өйткені қазірна еденіне қарасақ, барлығы сау сияқты. Ал бірақ сырттан келген су бәрібірде қабырғаларын бұзған. Мынаны қараңыздар. Осылайша барлық қабырғасы түскен. Негізінде мынау кішкентай мектеп емес, өте үлкен мектепке ұқсайды. Жалпы мына жаққа жүріп көрейік. Қандай мектеп, Қосқаған. Жалпы достар, мектептің жағдайы қазір осындай. Бірақ та мен айтпаймын, бұл өте нашар, қатты жарамсыз болып қалған деп есептеуге келмейді. Орта бір кішігірім ремонтпен мектепті қайта жандандыруға келетін сияқты. Әлде бұл ауылдың адамдарының көбеюі де бұл мектептің қайта іске қосылуына әсер ететін сияқты. Қалайсыз көке? Бір-екі мал бар, жаямыз. Басқа не істейміз, 70-ге жатырмыз. Қалайсыз, амансыз ба? Шүкір амансыз. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Шүкір амансыз ба? Сіз осы ауылдансыз ба? Иә. Сол су басқан кезде қалай болды аға? Қазір жалпы жағдайларыңыз қалай? Үй беріліп, бәрі ойды болды. Ойдағыдай болды ғой. Суына, молодец. Өкіметке рахмет. Жақсы істеп. Даладаға бердік қой. Раста әңгіменің ашығы. Мен үйім ана жерде, мына үйдің ар жағында. Үйіңіз қатты не қылды ма? Жартылай құлаған. Сол енді анау сайыздың кезінде салынған үйлер ғой жаңағы. Ескі үйлер. Иә, ол 80-ші жылы одан алдым. Одан кейін жаңа үй, судан кейін жаңа үй салып бердіңіздер. Иә, мектептен зор үй салып берді ғой. Барлық условиясы бар. Әсіресе ана немерелерімізге жақсы болды. Үйдің мектептің алдында үйім. Қуанамыз оған. Әйтеуір бала шағаңыз барып. Шүкір, иә. Мына жақта полян бар болған. Жерімді мақта кетін. Жақтың келетін мына арықтың су кейін қарап ағып жатыр да.
кейін қарап дейсіз. Мына су қазір бияққа қарап, батысқа қарап. О, ар жақта мен поляның тұсында сүйермен өткен. Кейін қарап ағат, мұны алып бүйтіп жатыр дедім. Көзім бүйтіп қоямын, мен көзіме солай көрмедім. Сөйтіп ауылға келсем уже су келатыр деді. Сонымен көшіңдер деп милициялар хабар берді, әкімшіліктен бәрі айқайлап шығыңыздар, тек документтерімді алып шықтық. Документті алып шықтық, Мырзакентке бардық. Өргеде су келеді деді, сонымен кеттік ар жаққа. Атакентке. Сояқ қарап кеттік та. Сонымен 2 күннен кейін келдік, бірақ 2 күннен кейін келсек, мына жердің бәрі су. Су қай жерге дейін келді аға? Осы мына асфальттың үстіне шықты ғой. Мына бетке өтті ғой, мына бетке. Анау арғы ауыл биікте екен бізден. Ол жерде тізеге келді. Ал сіздердікі үй батып қалды ма? Иә. Сіздерде? Иә. Мына үйлердің бәрі батып қалды иә сонда? Үйлер батты, арғы шет жақ батпады. Себебі ояқ биік екен бізден. Мына сайыз. Мына жақтан келді ғой өзі. Тура осы тұстан келді, гүрілдеп. Анау тура бір танкі келатқандай болды бірінші. Бала шағаның бәрін жібергенбіз. Біз ана жерде бір 15-20 адам қалдық енді, малдарды шығарып не қылайық дедік та. Сөйтіп бірақ та бияқтан дауыс шығады. Біреулер де танкі келатыр деп қояды. Сөйтсе танкіміз баяғы суымыз гүлдірлеп келатыр екен ғой. Сонымен біздер малдың бәрін босаттық та, малдың бәрі арғы ауылға кетті. Ояқ су ішіне не қылмады. Мына жерден машинаға мініп айдадық, ана өтіп кеттік. Ана жерде көпір бар ғой, көрдіңіз ме? Ана ауылдың қасында. Ол ауылға су көтерілмеді. Көтерілмеді. Сояқтан кеттік арғы не керек. Молодец өкімет. Көп жәрдем берді халыққа. Халық жәрдем берді негізі бар ғой. Мынау Бүткіл Қазақстаннан көмек. Бүткіл Қазақстаннан келді ғой өлі. Атырау, Ақтөбе дейміз, ақтырдан келді ғой. Әдер сіздер не әдер ренжіп бересіз ғой, иә? Осы қолдап осындай жағдайда, иә? Ол кезде облыс әкімі Шүкеев еді ғой. Сол кісінің өзі жүрді ғой осы жерде. Ауданымыздың әкімі бұл кісілер молодец, ұйықтамады осы бір. Алматыдағыдай условия жасап берген үйдің ішінде. Барлық үйдің ішінде. Келіндеріміздің қолдары аппақ болып қалды ғой. Әңгіменің ашығы да. Мына жерде от жағатын еді, көмір жағатын еді қыстың күні. Өздеріңіз естігендей достар, су тасқынынан қатты зардап шеккен Жеңіс ауылының тұрғындарының әңгімесі осындай. Ал енді осы тұрғындардың барлығы көшіп барған Мөлтек ауылындағы үйлер қандай жағдайда, соны бірге тамашалайық. Достар, енді біз қазір Мөлтек ауылына келдік. Енді бұл ауылға келіп, біз бірден білім ордасын көрсек деп ниеттендік. Өте керемет салынған мектеп. Енді шынымен қаладағы мектептердің деңгейінде десек, артық айтқанымыз емес шығар. Жалпы бұл мектеп 1200 орындық мектеп екен. Ал Жеңіс ауылындағы мектеп 700 балаға арналған. Қазіргі күнде бұл осы мектепте сол 700 бала білім алуда. Алда да артығымен салып осы мектепті халыққа ұсынған, енді өкімет тарапы да меніңше өте дұрыс шешім қабылдаған сияқты. Осы мектепте істейсіз ба? Иә, істеймін. Сіз қай ауылдансыз негіз? Алғабас ауылы. Алғабас, су басқан ауылдансыз, ә? Жоқ. Жоқ. Осы көрші неден келдісіз? Мына жақта көбінде осы су басқан ауылдардың халық тұрады. Мына мектептеріңіз жаңағы Жеңіс ауылдағы да Мүсірепов мектебі, мыналды Мүсірепов мектебі, иә? Сол толық көшірілді ма сонда осында? Толық көшірілді, иә. Ол жақтағы мектеп қайта істеуі мүмкін ба? Мүмкін, иә. Қолға алып жатыр жайлап. Қолға алып жатыр, да? Халық саны қажетті неге санына жеткенде ол да ашылуы мүмкін ба? Ол жақта уже басталып жатыр жаймен. Сіз қай сабақтан бересіз? Мен химия сабағын. Химия сабағын бересіз ба? Сіздер? Қазір біз Алматыдан келген журналистеріміз ғой, жаңа су басқан ауылдардың қайда осы жерге көшіріліпті ғой бәрі. Соны енді қандай жағдайда сан бір бақылайық деп көруге, сөйлесуге келгенбіз ғой. Бірақ сіз ана су басқан ауылдарға қатысыңыз жоқ, өзіңіз? Жақсы, сәттілік. Біз қатысымыз болғанда сояққа көштік та сосын. Жалпы адамдар қалай сол жерден көшіп келген адамдар осы жаңа берген үйлерге разы ма, көңілі толған ба? Көңілі толғанда, иә, көбісінің көңілі толды, кейбіреулерінің көңілі толған жоқ. Не себепті? Бір семьяда енді бір үйде екі семья болады ғой, сондайлар жеке берілмеді деп. Бірақ бөлік та нелері. Просто пропискада бір үйде тұрғаннан кейін бізге жеке басымызға берілмеді деп сондайлар да болды. Сол үйлер сол қайтып сол Жеңіске су басқан ауылға кетті да.
сол үшін сол жақта мектептер қайтадан ашылды. Ал ана жаңағы сол жерде сол ауылдарда пәтер жалдап тұрған адамдар да үй алды дейді. Ол қаншалықты рас, сондай ма? Жоқ, оған алынған жоқ пәтер, квартира деп тұрғандар, өйткені базадан прописка бойынша берді да. Сондықтан да ана бір үйде мысалы үшін прописка келіп тұрды да, сондықтан ана барлығына бір үйде тұрасыңдар сендерді, бір үй берді да. Сондықтан олар біреулер болды сондай наразы еместер. Ол қалай шешілді соңынан, білмейсіз бе? Шешілгенде олар әр жаққа тарап кетті жұмыс істеуге, сосын енді су таралғаннан кейін қайтып осы жерге келді өздерінің үйлеріне. Ал жаңағы бізге басқа сол жақтағы адамдар айтады, мына жерде үй күйі жоқтар да үйлі болды дейді. Жоқ, ондай емес, барлығына жаңа заңды түрде осы пропискада жазылған адамдарға үйімен берілді дейсіз ғой. Күшті. Рахмет сізге үлкен. Атыңыз кім? Шолпан. Шолпан, иә. Рахмет Шолпан. Аман болыңыз. Ісіңізге сәттілік. Рахмет. Жалпы маған қазір ауылға кірген кезде бірден Астананың маңында орналасқан Родина ауылын еске түсірді. Ол ауылда да осындай керемет. Қазір енді Мөлтек ауылын бір көріп, тамашалайық. Бірақ енді мынау дұрыс емес енді. Ауылдың адамдары былай істеген дұрыс емес. Ана жылжытқанда отырып бір-біріне қарап, қараңыз, семішкесін шағып, осылай тастап кеткен. Енді мынаны қараңыз енді. Темекі шегіп, шағып, жылжытып осындай жағдайға түсірген. Негізі бізде көп ауылдарымызды, білмеймін, мен үшін қазір Қазақстандағы ең керемет ауылдардың бірі ол Родина қып өзіме бір солай есептеп алдым. Сол ауылмен салыстырғанда, мысалы, ол ауылдағы адамдар өздері жанашыр ауылға. Сондықтан да ауылдың тазалығы, ауылдың дамуы өте үлкен дәрежеде. Егер де барлық ауылдарда да өз ауылына жанашып, өз ауылын таза ұстауға тырысса, сол ауылдың дәрежесіне дейін өсетіні ол сөзсіз. Бірақ былай жасап, осылай семішкін сағып, мынаны отыратын орындықтарды жылжытып, ары-бері бұзу, ол енді ауылды тек бұзуға алып келетін сияқты. Бұны өкімет жасап берді, ары қарай халық сол бар дүниені бағалау керек сияқты. Саябақты баптайтыны көрініп тұр. Қарап, суғарып, барлық гүлдерін енді барынша таза ұстауға күш жұмсалғаны көрініп тұр. Бірақ та жаңағыдай осындай бір көріністер адамды сәл ренжітеді. Достар, қазір біз Мөлтек ауылының енді осы орталық мешітінің қасында тұрмыз. Біздің қасымызда Ердәулет, осы ауылдың бас имамы мешітінің. Жалпы осы мешіттің ашылғанына қанша уақыт болды сізге? Шамамен бір 3 айдай болды. 3 айдай болды. 3 ай болды осы жерге қызметке тағайындалдым. 2,5 ай кетіп жатыр осы құдайға. Жалпы өзіңізде сіз қай жерденсіз? Мен өзім осы Мақтарал ауданы Өргебас ауылында тұрмын. Өргебас ауылы. Сол ауылда толып өстім. Сіздерде де ауылда су басқан еді кезінде? Су басып көмек берілді. Аллаға шүкір, сонымен үйіміз. Біз өзіміз сол жақтан салдық, Мөлтектен бізге де үй берілмекші еді, бірақ не қылмадық, келіспедік. Өздеріңіз сау боламыз деген нені ұсынысты алдыңыздар ма? Сонда Өргебас ауылының барлық тұрғындары сөйтіп жасады ма, жоқ әлде? Жоқ, барлығы. Жоқ, анау кішігірім бір этаж бар еді, сол госакт бойынша осы жақтан берілді. Өйткені ол этаж бұзылды да, бұзылып 10-15 шақты отбасыға осы жерден қосалып үй берілді. Мен Өргебастамын. Өргебастамын. Су басқан жылы 2020 жылы жалпы қиын болды ол кезде. Өзім мына балама аяғым ауыр еді, 8 айлық еді балам. Сонымен мектепке жүгірді, анда-мында халықтың көмегі бар, елдің көмегі бар, барлығы көмектесті, Аллаға шүкір. Әйтеуір қиыншылықпен жаңа не қылып, Аллаға шүкір мына үйді берді, үйді алды. Сіздер сол сәтте қай жерде едіңіздер, қалай естідіңіздер сол хабарды, су келе жатыр деген естіге бір түсірсек? Естігенде біз
былай өкімет жағын естіген жоқпыз, сөздің шыны керек. Біз өзіміз бір-бірімізге связь болып, жаңа мен өзі Өргебас елді мекен сол жердің келінімін. Мына жеңістен келе жатыр деді. Ең соңында сол Өргебасқа барған. Өргебаста су тұрақтап қалған, көбіне Өргебаста не алған. Ең соңғы барған жерді үйдің бәрі сол жерде қираған көп. Себебі су тұрақтап қалған. Сіздердің де үйлеріңіз қирап қалды ма? Біз жаңа неде боламыз, домда боламыз, общежитиеда. Ол жерде де үй қирап қалған. Мен мүлдем бір затымды ала алмай қалдым. Барлық затым сол үйдің ішінде қалып кетті. Бірақ Аллаға шүкір, балдарым аман, өзіміз аманбыз, адам шығыны жоқ. Сол жағынан қуандым. Ол дүние деген таулады, адам шығыны жоқ, главное. Ал жаңағы бірнеше ұсыныс болды дейді. Біреулерге үй берілді дейді, біреулерге ақшалай жаңағы үй салуға бөлді дейді. Сіздер үйді таңдадыңыздар ма? Біз үйді таңдағанда бізде общежитие жалпы. Общежитие болды. 12 отбасы ол жерде общежитие. Сөйтіп бізге үй беріледі деді. Бізге сол да жалпы өзіме сол мақұл болды. Себебі мен ол үйді сала алмаймын. Өзім аяғым ауыр. Үйді не аламын. Жалғап өздеріңіз? Жалпы ол бір-біріне сатып кететін не еді. Документальный документі жоқ. Мынау қазір депутат Қанаев Жарқын деген кісі, сол кісіге рахмет. Сол кісі көбіне көмек берді. Сол кісінің арқасында үй. Құжат жүзінде сіздердің аттарыңызда емес? Құжат жүзінде атымызда емес, бірақ андай сол үйде тұр. Иә, бір-бірімізге сатып кететін құжаты жоқ мүлдем. Бірақ сол кісі, жаңа депутат кісі, Қанаев Жарқын деген, сол кісі мен көмектесем деп, сол кісі арқылы осы үйді алып отырық. Аллаға шүкір. Енді бұндай шалғай ауылдарда шынымен де түсінуге болады, кейбір үйлердің құжаты мүлдем болмайды. Бірақ ол жерде адамдар өмір сүріп жатқан адамдар да бар. Менің оның қандай себеппен, қалай болғанын түбіне жетудің негізі қажет жоқ деп білеймін. Ол құжаттар бар ма жоқтығын. Бірақ та осындай үйлерде тұрған адамдар да осылай үйлі болып қалғаны өте керемет жаңалық. Ассалаумағалейкум ата, қалыңыз қалай? Журналистеріміз ғой. Ауыл туралы түсіріп жатқан едік. Ауыл туралы түсіріп жатқан еді журналистеріміз. Бір-екі ауыз сөзге бола ма сізді? Не сөз айтайын? Ауыл туралы айтып беріңізші. Ауылың жақсы. Сәл көп бола ма жақында? Или кірсек бола ма? Кірсек бола ма? Ашық тұрды. Атам болды. Ассалаумағалейкум ата, қалайсыз? Қаңыз қалай, денсаулығыңыз қалай, амансыз ба? Болады. Қандай үй аға? Ананы өшіре тұрсаңыз ата, бір-екі ауыл туралы сұрақ қойып жіберсем. Атам тикток көріп жатыр. Ата, қай ауылдансыздар? Қай жерденсіздер? Сардава. Сардавадансыздар ма? Сіздерде қатты су басты, осыдан 5 жыл алдын, иә? Сол жерден, өкімет осы жерден үй берді ғой сіздерге, балаңызға? Қыздарың қара қалай не жасады? Қыздарыңызға ата? Немере қыздарыңызға? Сол ата, сол жағдай туралы білейік дегеніміз ғой, жалпы сол кезде су басқаннан кейін халыққа қалай көмектесті? Қазірдің ауылдарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма жағдайларыңыз? Аллаға шүкір. Әкімшілікке де, жоғарыдағы аппаратқа да, бәріне де рахмет. Үй қалай болды? Үй қалай екен? Жақсы ма екен? Нормально болады. Белгіне. Жақсы. Ана Сардабадағы үйлеріңіз қалай болды? Енді ол үйлер тұр әлі. Бұзылып кетті ма? Или бұзылмай қалпында ма? Енді қалпынға келтіріп қойдық ремонтта. Ремонттап қойдыңыздар, иә? Саяқта огородымыз саяқта. Енді жеріміз саяқта ғой. Малымыз бар екен. Көңілім 100% толық. Басқаларда болды ма? Басқа енді білмеймін. Көңіл толмаған адам болған жоқса, енді ақша берсе, тамағыңды әкеліп беріп тұрса, жәрдемің жасап тұрса, үй берсе, енді одан басқа не керек өзі? Сол емес пе өзі өмірде ең керек нәрсе?
Енді миллиондап ақша келіп бермеді демесе, басқасын бәрін берді әйтеуір. Светі бар, газы бар, туалеті бар, ішінде ваннасы бар, басқа не керек енді? Ата көрсете аласыз ба бізге үйді? Ішін көре аламыз ба? Пожалуйста, кірің, көр. Ата қаншадасыз? 74-тен ба? Жап-жас екенсіз ғой. Жап-жаспын да. Қайда? Сендердің жастарыңа жеткенше қайда? Атамыз өз үйін көрсетеді қазір. Алған үйін. Келіңдер, міне үй. Ассалаумағалейкум. Барам жаңа қазақша ауыз үй дейді ғой. Орысшасын білмейді. Мынау міне. Бұл? Қазір міне светін жағам бала. Міне бұл ванна менен туалет. Бұдан артық не керек енді? Мынау аяқ киім шешіп кіретін жер. Мына жақта? Мынау енді қол дейді. Міне күшті, кең, әдемі. 7 метр. Мынау жаңағы жататын спальнйлері. Жатын орын ба? Бөлмелер, жатын бөлме. Анау да жатын бөлме. Негізі жалпы үйдің өзін қарасаңыздар, іші кең, әдемі, қырандай жарық үйде үй болады. Жалпы сапасына ше, ата көңіліңіз толды ма? Сапасы. Қыста жаңағы су ағып бір нәрсе ондай болған жоқ па? Енді ол бастама кезінде сәл-сәл бойда ішінде кемшіліктер бар, бірақ өздері турлап берді ғой. Ешкім өзі ұрлаған жоқ. Кімде не кемшілік болса, кемшілігін бәрін өздері істеп, өздері турлап берді ғой. Ондай да бір кемшілік болмағанда сияқты ғой ата, бәрі жақсы сияқты ғой. Жақсы. Бұдан артық не керек енді? Ата, мейлі, жақсы, аман болыңыз. Келіп тұрыңдар, ақ жол. Болды. Рахмет ата. Шүкір, сендерге де рахмет. Мына үйді салып берген адамдарға да айтып барасыңдар рахмет деп. Болды. Жақсы, аман болыңыз ата. Жақсы, сізге сәттілік. Осылайша достар, су басқан ауылдардағы сол жерде өмір сүрген адамдардың қазіргі жағдайын көріп тамашаладыңыздар. Енді ары қарай ой түйіп, баға беретін өздеріңіз міндетті түрде астына пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің шығарылым аяқталды.